Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ рогалик пісіреміз. Рогалигімізге көп зат қажеті жоқ. Үйдегі бар заттармен пісірсеңіз болады. Күнделіктегі шай ішуге, балаларға пісіріп қойсаңыз өте дәмді болып шығады. Бізге май қажет болады. Қант, жарты кесе қатық, кефир, яғни разрыхитель, және де бір жұмыртқа арасына салғанға варенка қажет болады, және де ұн қажет болады. Барлығын араластырып алатын боламыз. Бірінші комнатный температурада тұрған майымызға жұмыртқамыз саламыз, және де қантымыз саламыз. Қантты көз мөлшерінде салдым мен. 100-120 грамдай қант қажет болады бізге. Осылайша барлығын араластырып алған соң бөлек ыдысқа жарты кесе қаттығымызға, кефирімізге разрыхителіміз саламыз. Осылайша көпіршітіп алатын боламыз. Егер үйіңізде қаймақ болса, 2 қасық қаймақ салып жіберіп, ары қаратай жақсылап араластырып алыңыз. Осыны еріп тұрған майымыз бен жұмыртқамызға құйып, екеуін әбден араластырамыз. Рогаликке кез келген кефир немесе қатығымыз жарай береді. Қатты ашып кеткен қатық болса да жарай береді. Одан сайын әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Осылайша қатығымыз бен майымызды араластырып болған соң, оған көз мөлшерінде осылай жаймендеп отырып ұнымызды саламыз. Ұнды бірден көп салып жібермеңіз. Видеодағыдай жаймендеп қасықпен салып отырып, осылай араластырып алсаңыз, сол кезде рогалигіңіздің қамыры қатты болып қалмайды. Егер ұнды бірден көп мөлшерде салып жүрсеңіз, қамырыңыз тастай болып қалуы мүмкін. Егер қамырыңыз тастай болса, ол кезде рогалигіміз әдемі шықпай қалады. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Қамырымыз осылай 2 күлшеге бөлдім. Біреу үлкен, біреу кіші күлше. Осыдан 22-24 штук рогалик шығатын болады. Осылайша рогалигімізді 3 бұрыш етіп, бірдей етіп кесіп аламыз. Пышақпен кессеңіз де болады. Кесіп болған соң, қою варенкаңыз болса, варенка салған дұрыс. Балалар варенка салған ұнатады. Немесе варенкаңыз болмаса, арасына шоколад салып жіберсеңіз де болады. Қазақстан шоколадты бөліп-бөліп повидло салсаңыз болады. Үйіңізде қандай начинка бар? Біреулер творог салады қантпен араластырып. Мен үйдегі бар затым осы варенканы салып, осылай орап алдым әдемі етіп. Барлығын орап алған соң, осылайша тапамызға салып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның тек сарысын осылайша әдемі етіп жағып алатын боламыз. Жұмыртқамыз жағып, бетіне әдем болу үшін шамалап қана қантты жұқа етіп осылай сүйіп шықсаңыз, рогалигіңіз әдем болып шығады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаларыңыз да, үйге келген қонақтарыңыз да сүйсініп жейтін болады. Сіздерге рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.